Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер видеоларымыз сізге ұнап жатқан болса, арнамыздағы подписаться және кішкентай лайк түймесін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз біздің каналымыздың дамуының бір ережесі деп айта аламыз. Әлеуметтік желіде иесінің жерленгенін көріп көз жасы төккен жатқан вулканның видеосы менен суреттері тарап кетті. Жануарлар адам досына айналуы жиі құбылыс. Бразилиялық Вагнер Фигурегде Валензиямен жақын дос. Бірақ қатыгез өмір олардың айырылуына себеп болды. Вагнер жол апатына қайтыс болды. Вагнердің ағасы Вандо жылқысын жерлеуге алып келді. Өйткені ол Сирено мен Вагнердің қаншалықты маңызды екенін білді. Жылқы өзінен басқа дыбыс шығарып, жылағандай болып деді Вагнердің ағасы. Куәгерлердің бірі аттың итке ұқсап қыңсылап дыбыс шығарғанын айтады. Аттың бұл күйін көрген жаназадағылар көздеріне жас алды. Ол мәйіт жерленгенше Сирено жылайтын үн салып отырды. Соң иесінің жерге қойғанын оған тағзым етіп, мәңгіге қоштасты. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және каналымыздың дамуы үшін бір ғана лайкыңызды аянбаңыздар.